Химия пәнінен толтырудың екінші бөлімі. Бүгінгі сабақта біз алдыңғы толтыруда өткен есептерден де қиын есепті талдайтын боламыз, және ол теңдеуден бөлек ұбт-да толтыруда тағы не келуі мүмкін, соған толығымен де тоқталып шығатын боламын. Бүгінгі сабақ сіз үшін өте маңызды болады, қапы қалып кетпеңіз. Әлбетте менделеевті алып алайық, бүгінгі сабаққа өте қажет екен. Алдымен өткен толтыру теңдеулерінен де қиын теңдеуге тоқталып шығайық. Валенттілікті толтыруды ұмытып қалған болсақ, алдыңғы толтыру бөлімдегі сабақтан алған мәліметтерді қайталап, одан кейін осы видеоны қайтадан ашуыңызға болады. Ендеше мен бастап шығайын. Алдымен элементтердің толтыру мәнін жазып шығайық. Оттектің толтыру мәні -2 болады. Бізде металлын плюс. 2-ні 7-ге көбейтем, 2-ні азайтам, 12-ні 2-ге бөлем, плюс 6 болады екен. Оттек -2, металлымыз бізде плюс болады, ал азотым ол плюс 3. -2 плюс 6 болады. -2 плюс 3 плюс 6. -2 плюс 5. -2 плюс 6 және -2 мен плюстің өзі ғана қалады екен. Толтыру мәнін мен жылдам айтып шықтым, себебі толтыру мәніне детально мен өткен сабақта тоқталып шыққан. Бүгін бұлай детально тоқталып миды ашты, уақытты алмай қойық. Енді толтыруда біз айттық, екі элементті ғана аламын, ол толтыру мәні көбейіп кеткен немесе азайып кеткен элемент. Ең алғашқы элементім ол металл, яғни плюс 6-дан плюс 3-ке дейін кеміп кеткен екен. Екінші ол бізде азот плюс 3-тен плюс 5-ке көбейіп кеткен. Ендеше жазып шығайық. Плюс 6 тен өнімде плюс 3. Плюс 6 плюс 3-тен көп қой, сосын таңба плюс болады. 6-тан 3-ті алатын болсам, 3 коэффициентімен жазылады екен. Екінші, азот плюс 3-тен азот плюс 5-ке көбейіп кеткен. Әлбетте, плюс болатын болса, алғашқы таңба, екінші таңба минус болады ғой. 3-тен, яғни 5-тен 3-ті азайтсам, 2 коэффициент пайда болады. 3 пен 2 коэффициенті үлкен бөлгіші 6. 6-ны 3-ке бөлем 2 шығар, 6-ны 2-ке бөлем 3 шығар. Міне. Енді кітап бойынша мен бұны сол жаққа қоюым қажет, сол жақтан шықпаса оң жаққа қоюым қажет. Мен уақытты алмай айта салайын, иә. Мен сол жаққа қойсам да, оң жаққа қойсам да, бұл жақта қазір теңеспей қалады. Бұндай жағдайда үшінші заңдылықты қолданам. Өте мұқият тыңдап алайық. Ол былай дейді. Жаңағы біздің тауып шыққан коэффициентіміз ол элементтің өзінде болса дейді, өзінде болса, оны жазбай қоюға болады. Демек, 3 коэффициенті. Ол азот плюс H3-тің алдына кетуі қажет. Міне, 3. Мен бұны жазамын, себебі азотта 3 деген коэффициент жоқ, өзінде индексі жоқ. Ал 2 деген коэффициентім ол металлға тиесі ғой, міне, плюс 6. Оның өзінде міне 2 деген индексі болған екен. Демек, бұны жазбай қоямын. Бұл үшінші заңдылық. Қайталап айтамын. Сол жаққа қойдық, теңеспеді. Оң жаққа қойдық, теңеспеді. Үшінші заңдылық, коэффициенті өзінде болса, оны қоймай-ақ қой дейді. Ал кеттік. Металл бізде 2, мына жақтағы 3, сонымен 5 болып кетеді. Алдымен азот. Азот бізде 3 болып кетті ғой. Демек, мына жаққа мен 3-ті қоямын. Металлда азотты екі жақта теңесті. Екінші бейметаллымыз S өзі бастапқыда. Ал өнімде ше, өнімде мінекей 3 екен, ал мына жақтағы мен 4 болып кетеді. Алдына қоямын. Сутегім 8, иә? Ал өнімде тек 2 ғана. 2-ге бөлем 4 шығады. Ең соңғы оттек қалды. Оттек тең болса болды, идеально деген сөз. Оттек 7 плюс 3-ге 2 көбейтем. 6 плюс 16. Мынаны есептейін. 16-ға 6 қосам. Шықма 2, мына жақта шықма 9 шығады екен, иә? Қателеспесем. Қате кеткен жоқпын менде. Қате кеткен жоқ. Ал енді екінші 10 жағын есептеп шығайық оттекті. 12 екен. 12 3-ке 3-ті көбейтем. 9 плюс мына жақта бізде 8. Ал 12 8 шықма 9. Міне, екі жақта да тең болды. Өте жақсы шықты. Түсінікті ғой, иә? Жалпы түсінікті болды деген ойдамын. Бұл үшінші заңдылық негізі кітапта жазылмаған, және бұны көп мұғалім айтуды ұмытып кетеді.
четкий түсінікті болса кәнекей видеоны паузаға қойып лайк басып подписка жасап және өз ойыңызды жаза кетіңіз, бұл мен үшін өте маңызды. Ендеше екінші есепке көшейік, бұл да оны есепке жатпайды. Видеоны паузаға қойып алдымен өзіңіз жасап алыңыз, одан кейін ғана видеоны қайтадан қосыңыз, бұл өзіңіз үшін пайдалы болады. Ал мен есептеп шығайын. Так, сутек бізде плюс бейметалдың қасында, аммиак минус 3 болып кетеді. Оттек минус 2, калий бізде плюс. Ал мынау бізде плюс 7 болып кетеді. Минус 2 плюс 6. Минус 2 плюс 5. Минус 2 плюс 6. Минус 2 плюс 6. Минус 2 және плюс. Жылдам жазып шықтым. Екі элементті ғана аламын. Ол мышьяк минус 3-тен плюс 5-ке көбейіп кеткен екен. Және 7-ден қақта еді? 2-ге азайып кеткен екен. Мышьяк минус 3-тен мышьяк плюс 5-ке. Минус 3 деген сан плюс 5 дегеннен кіші ғой. Сол үшін яқта минус деген таңба болады. Және коэффициенті 8. Ал 8 қаяқтан шықты дейтін болсақ, ол мына шкала бойынша айта қойайын. Мына 0, минус 1, минус 2, минус 3, мына плюс қылайық. 2, 3, 4, 5. Мына басында минус 3 еді, яғни мына жақта еді, не? Екінші плюс 5 мына дейін кетіп қалыпты. Сынап шығайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Міне 8 қаяқтан шықты. Түсінікті ғой. Кетті. Келесі. Ал ағай, бұлай миым ашып кетті, түсінбей қалдым десек, екінші тәсілінде айта кетейін. Міне минус 3 жаздым, минус 3. Таңба мына минус болды ғой. Минус жақшаның ішінде минус 8. Минус 8 деген 8 минус деген мынау электроннан шыққан. Ал минус 3, мына минус пен минус плюс болып кетеді. Мына жақта плюс 5 шығады. Міне екінші жолы. Мына да плюс 5. Қатемен жұмыс қой былай айтқанда. Ал келесі екінші элемент. Ол бізде плюс 7-ден плюс 2-ге көбейіп кетіпті. Алғашқы таңба минус, екінші таңба әлбетте плюс болады. 7-ден 2-ні азайтамын, 5 коэффициенті шығады екен. 8 мен 5 кетеді, үлкен бөлгіші. Мына жақта 5 шығады, бөлетін болсам, мына жақта 8 шығады. Иә? Сол жаққа қою қажет, кітаптың заңдылығы бойынша алдымен екінші, оң жаққа қоямын, шықпай қалса. Ал кеттік ал. Демек 5-ті, мынау минус 3 деген мышьяктың алдына жазамын. Демек мына 5 кетеді. Ал 8-ді мына плюс 7-ні алдына жазамын. Демек, плюс 7 алдына 8 кетеді. Қалған өзім істеймін. Мышьяк 5-еу, өнімдегі мышьяктың алдына 5 кетеді. Калий 8 болып кетті. 8-ді 2-ге бөліп, калийдің алдына жазамын. Екінші металымда 8 екен, бұл жаққа да былай 8 болып қоямын. Екінші бейметал. Бұл жақта тек өзі өнімдеші 8 және 12 болып кетеді, оны 4-пен қосқанда. Демек, алдына 12 кетеді екен. Сутек, міне 3-ке 5-ті көбейтем, 15, мына жақтағы 15-пен тең. Сутек мына жақта 12-ні 2-ге көбейтсем, 24 болып кетеді. Сол үшін судың алдына да 12 қоямын. Оттегін есептейік, тең болса болды, әдемі. 8-ге 4-ті көбейтеміз, 32, 12-ге 4-ті көбейтсем, 48. 80 шығады. Демек, оттек сол жақта 80 екен. Оң жақташы. Қосамын 32-ні, қосамын 16-ні, қосамын 12-ні. Мынаны есептейік. Бұл жақтан да 80 шығады екен. Өте жақсы, екі жақ теңесті. Міне, екі есептің көмегімен біз тотығу-тотықсанудың қиын бөлімін аяқтадық. Өткенде оңай есепке тоқталған болатынмын, ал бүгінгі сабақта қиын есебіне тоқталып шықтым. Жалпы түсінікті болды ма, өз ойымызды жаза кетейік. Ендеше тағы ұбт-да тотығуға байланысты не келуі мүмкін, мен соны айта кетейін. Ол былай есеп келуі мүмкін енді. Теңдеу жүйесі емес, есеп келуі мүмкін. Өте мұқият тыңдайық. Алдымен тотығу мәнін жазып шығайын. Бос күйде 0, минус 2, плюс азот плюс 5 болып кетеді. Минус 2 плюс 4 болады. Минус 2 плюс 2 минус 2 плюс. Маған айтады, теңдеуде 8 моль
тотықтырғыш белгілер. Маған массаны тап деген ғой. Пока түсініксіз болуы мүмкін, өте мұқият тыңдап алайық. Алдымен тотығу теңдеуін мен жазып шығайын. Теңдеу, яғни нөлден бастап бұл плюс 4-ке көбейіп кетті. Таңба 0 деген сан кіші ғой, сол үшін минус болады. Екінші, азот плюс 5 дегеннен көбейіп кетті плюс 2-ге. Таңба плюс 3 болады. Үлкен бөлгіші 12, мына жақта 3, мына жақта 4 болады екен. Ал бұны қойып шығайық. Ал не теңдеуді ыңғайлап жазып қойыншы мен, HNO3, так, өнімде шығады SO2, NO және H2O. Мына. Коэффициент. Яғни 3 бізден 0-дің алдына кету қажет екен. Яғни мына жаққа 3 кетеді. Ал плюс 5-дің алдына 4 кетеді екен. Мына. Сутегім 2 қоюым қажет. Азот 4 қоюым қажет. Оттек тең ба? 12. Так, мына жақта қанша болды? 6, 8 болып қалды ғой. Оттек теңеспей қалды. Демек, бұндай жағдайда не істейді? Ешқандай қобалжудың қажеті жоқ. Демек, мен сол жаққа қойдым ғой. Демек, сол жақтан шықпайды деген сөз. Мен 10 жаққа қоюым қажет. 10 жақ деген плюс 3-ті, демек плюс 4-дің алдына қоямын. Яғни мына жаққа кетеді 3. Ал мынаны плюс 2-ның алдына жазамын. Яғни мына жаққа жазамын. Ал есептейік, көміртегіміз 3 болып кетті, азотымыз 4 болып кетті, ал сутектің алдына 2 қоям, оттегім 12, 3-ке 6, 10, 12-ның теңесі. Түсінікті ғой? Енді маған айтады, алдымен мынаны анықтап алайын. Минус болатын болса, ол тотығу еді. Жазып қояйын. Тотығу. Толық аты. Тотықсыздандырғыш. Толық аты. Ал плюс болсашы, тотықсыздану деп аталады. Тотықсыздану деп аталады. Толық аты, немесе екінші аты, тотықсыздандырғыш, мына қасиеті бойынша. Маған 8 моль белгілі, ол ненікі? Мына тотықтырғыш деп жазып қойыпты. Демек, ол мына зат қой. Ал бұл неге тиесілі? Бұл азот плюс 5-ке тиесілі. Демек, мынау 8 моль, мынау плюс 5-ке. Яғни плюс 5 мына жақта еді ғой. Демек, осыған тиесілі. 8 моль. Коэффициент. Моль болғанда астына коэффициент кетеді. Маған табу қажет, міне тотықсыздандырғыштың массасын тап дейді. Ол енді бізде әлбетте міне жазып қойдым ғой. Ол 0. Демек, мына x масса. Менделеевте бұл 12, 3-ке көбейтемін 36. Демек, x-тен 36-ны көбейтеміз 8-ге, бөлемін 4-ке. Так, мына жақта былай қысқартса, 2 болады ғой. 36-ны 2-ге бөлсем мұнша 72 бола ма? 72. Демек, жауабы D болады екен. Түсінікті ғой. Және бұл жақта айта кететін жайт, анау өніммен есептемейді ешқашан. Есепте мынандай моль, масса келіп жатады ғой, яғни есеп болғанда тотығуда өнімді мүлде қолданбайды, тек қана бастапқы затпен есептейді. Яғни есептегі кез келген сан және x ол бастапқы затқа кетеді ғой, өнімді есепке алмайды ешқашан да. Осыны есте сақтап алайын. Ал видеоны паузаға қойып жазып алайық, мен келесі есепке көшемін. Мына жақта бізде тотығуды тапшы деген екен. Тотығу деген ол былай. Мысалы, мыс 0-ден мыс плюс 2-ге кетіп қалды. Мынау 0, 2-ден аз ғой, сол үшін минус болады. Минус 2. Таңба минус болғанда ол тотығу қасиеті болады ғой. Маған осыны табу қажет қой. Менің ойымша D жауабы. Себебі мына азот минус 3, азот плюс 2. Минус 3 деген плюс 2-ден аз, сол үшін минус таңбалы. Минус 5 болып кетеді мына жақта. Минус. Демек, жауабы D. Ал нақты түсінікті болу үшін қалған жауапқа да тоқталып шығайық. Ешқандай қиындық жоқ. А жауабы. Плюс 7-ден минусқа кетіп қалыпты. Плюс 7 көп қой екіншіден. Демек, бұл жақта таңба плюс болып кетеді. В-да плюс 3-тен плюс 2-ге кетіп қалған ғой. Плюс 3 деген 2-ден көп қой, бұл жақта да плюс болады. С жауабы. Плюс 2-ден 0-ге кетіп қалған. 2 0-ден көп қой, бұл жақта да плюс болады. Тек D жауабында ғана минустан балы, ал минус ол алдыңғы сабақта мен айтып кеттім, ол тотығу. Идеально шықты. Видеоны паузаға қойып алайық, ал мен келесі бөлімге көшемін есепке. Екі затта тек мынау бізде қандай қасиет? Тотықсыздандырғыш деген ол минус деген таңба болуға қажет қой. Бұл жақта өзгешелік сутек пен оттекті көп жағдайда есептемейді.
қалған элементті есептейді. Жауап Д болады. Қайтадан. H2S және тұз қышқылы. Сутек плюс таңбалы болады екі жақта да. Ал қасында минус 2, мынау бізде минус болады. Міне, байқадық па, екеуі де бізде минус деген таңбаға ие. Сол үшін де ол Д жауабы болады. Белгілеп қойын. Ал қатемен жұмыс үшін басқа да жауапқа тоқталып шығайық. Мысалы, А жауабы. H2S пен SO2. Оттек минус 2 болады да, ал S мына жақта плюс 4 болып кетеді. Минус 2, мына плюс. Мен айттым ғой, тек сутек пен оттекті есептемейді деп. Міне, оттекті есептемеймін, сутекті есептемеймін. Минус 2 келеді тотықсыздандырғыш қабілетке, но плюс 4 деген келмейді, ол плюс болып кетті. Сол үшін А жауабы жатпайды. В жауабы NH3 және NO2 дейді. NH3 плюс, минус 3, минус 2, плюс 4. В жауап жатпайды. Не үшін? Себебі міне, оттек есептемейміз дедік қой бағана. Қасындағысы ол плюс болып кетті. С жауабы СО, СО2. Байқасақ, минус 2, плюс 2. Минус 2, плюс 4. Міне, екеуі де бізде плюс деген таңбаға ие. Демек, осындай қасиетін тап дейтін болса, ол қай таңбаға ие, мен алдымен соны анықтап аламын да, және сол сутек пен оттекке қатысты болмайды бұл. Қалған қасындағы элементтің таңбасы есептегі айтқан қасиетіне ие болуы қажет. Түсінікті ғой, ешқандай қиындық жоқ деген ойдамын. Демек, ұбт-да толтыруға қатысты осындай есеп келуі мүмкін теңдеу жүйесімен. Екінші, есеп келуі мүмкін моль, масса, көлемнің көмегімен, және мынандай қасиетін тап деген сауал келуі мүмкін. Алдындағы толтырудың видеосын полный бақылап, жазып, түсінікті болса, бүгінгі сабақта сіз үшін түсінікті болатын болса, онда толтыру толтырсану бөлімі сіз үшін құттықтаймын. Жабық келесі ұбт-да келіп жатқан сауалға 100% қатесіз жауап беретін боласыз, бүгінгі сабақ түсінікті болса. Ал ендеше осымен сабақты аяқтайық. Тағы да айта кетейін, өз ойыңызды жаза кетіңіз. Жалпы қалай болды, түсінікті болды ма деген жаңағыдай өз ойыңызды жазып, лайк көп болатын болса, әлбетте келесі видеода тез және жылдам шығатын болады. Ендеше келесі сабақта жүздескенше.